Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге чеснок пен тіске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге чеснок қажет. Чеснокты осылай уақтап турап қоямыз, және де укропты дайындап аламыз. Осылардың барлығын блендерге саламыз. Блендерге майымызды, одан кейін чеснок укроптарымызды салып, жақсылап араластырып уатып аламыз. Сіздерде блендер болмаса, оның барлығын уақтап турасаңыздар да болады. Бізде осындай масса пайда болды. Сіздерге рецепттер пайдалы болса, каналға тіркеліп отырыңыздар. Осылай батондарымызды турап аламыз. Туралған батондардың үстіне осылай жұқа немесе қалың қылып жақсаңыздар болады. Мен осылай жақтым. Бұл тек қана үйде емес, қазіргі таңда ресторандарда, кафелерде де осындай тіске басарлар менюде болады. Батондарымыздың үстіне теркадан өткізілген сырларды орналастырамыз, және де ысып тұрған пеште 180 градуста 5 минутқа қоямыз. Сыр ерігенше қойсаңыздар жақсы болады. Тіске басарымыз дайын болды. Ас болсын.